Баршаларыңызға сәлем, қыздар, бүгін трайфл жасап үйренетін боламыз. Жалпы трайфлды кез келген рецептпен жасай беруге болады. Менің қазір сіздерге көрсететінім сникерс трайфлы. Өздеріңіз қалаған идеяларыңыз бойынша және де өздеріңіз ұнататын торттың трайфл түрін жасауға болады. Яғни бұл торттың стакандағы порцияға бөлінген түрі ретінде саналады. Ең алдымен біз бисквитті дайындап аламыз. Жалпы қандай трайфл жасап жатсыз, сол тортқа байланысты бисквит жасау қажет болады. Мен қазір сникерс жасап жатқандықтан маған шоколадный бисквит қажет. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап, әппақ болып, үлкейіп, 4-5 есеге дейін ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Трайфлдың бисквитін жалпы кәдімгідей торттық сияқты биік қылып жасауларыңызға да болады, немесе үлкен противеньге құйып, жұқа етіп те жасауларыңызға болады. Ол өз еркілеріңізде. Әппақ болып көтерілген жұмыртқа мен қанттың үстіне сүтті құямыз, және де сұйық майды құямыз. Мен байқап тұрсаңыздар, таразы астында тұр, яғни бірден өлшеп құйып жатырмын. Енді осының үстіне біз какаоны салатын боламыз. Барлық ингредиенттің қаншалықты мөлшерлі екенін мен сіздерге жазбаша түрінде беретін боламын. Какао міндетті түрде сапасы өте жақсы болуы қажет, өйткені қазір біздің бисквитіміздің дәмі осы какаоның жақсы сапалылығына байланысты болады. Менің қолданып жатқаным малазиялық какао. Жалпы какаоның сапасын, оның пайызына байланысты білулеріңізге болады. Интернетті ашсаңыздар, жақсы ақпарат ала аласыздар. Енді осының үстіне біз ұн мен разрыхителді салып, жақсылап миксерлеп жібереміз, барлығы бір келкі болғанға дейін. Дайын болған массаны 30-40 размерге пісіретін боламын. Астына міндетті түрде противенді салыңыздар. Егер де сіздер 30-40 болмаса, кез келген размерде немесе домалақ кәдімгі бисквит ретінде жасай берулеріңізге де болады. Біз бисквитті жасамас бұрын духовканы 170-180 градуста ысытып аламыз. Одан кейін дайын болған кезінде ыстық духовкаға салып пісіретін боламыз. Менікі осындай жұқа болғандықтан 10-15 минутта піседі. Ал егер сіздер бисквит түрінде пісіретін болсаңыздар, ол ұзақтау пісетін болады. Бисквит менде 15 минутта пісті, толыққанды суыттым. Сосын осындай арнайы трайфлға арналған стаканчиктер бар, немесе коробка түріндегі де бар. Мен қазір стаканчикке жасаймын. Және де кондитерлік магазиндерде осындай домалақ формочкалар бар. Осы стаканчикке өзі келеді размерлері. Соның 3 түрлі размерін аламын. 3 түрлі размерде кесіп шығам осындай бисквиттің барлығын. Кішкентай, орташа және де үлкен размерде жасап жатырмын. Және де сіздердің бір стаканға осы 3 размер кететін болады. Сондықтан барлығын есептеп жасағандарыңыз дұрыс болады. 3 түрлі размерде осылай мен барлығын жинап шықтым. Ең астына үлкенін, орташасын, кішкентайын қойып, қазір шатасып кетпеу үшін қажет осы. Толыққанды жинап болам, және де өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде артық кесілген қалдықтары қалып қалады. Біз олардан да қазір үгітіп, ұсатып, трайфл жасайтын боламыз. Жалпы негізі трайфлды да солай жасай берулеріңізге болады. Егер де сіздерде осындай арнайы формочка болмайтын болса, тағда барлық тестаны пісірген осы қазір видеодағыдай үгітіп шығасыздар. Сосын кейін стаканға жинаған кезінде осы үгітілген түрін жинап салып шығатын боласыздар. Қыздар, мына жерінде көрсеткім келіп, әдейіге видеоны үзген жоқпын. Жалпы пергамент бумагасын үстіндегісінде осылай жинап алсаңыздар болады. Трайфлда бұл да қажет болады. Артық шығын жасамай салып қойсаңыздар, кәдімгі үгітілген корж. Менің ең жақсы көретін жерім, яғни трайфлдың барлығын жинап шығу. Ол үшін стакандардың бәрін дайындап аламыз. Ең астына кішкентай домалақты, сосын барып үстіне кремді жағатын боламыз. Менің қолданып жатқан кремім бұл крем-чиз. Сол себептен видеода қалай жасалуын көрсеткен жоқпын, өйткені барлықтарыңыз білесіздер бұны. Жалпы жазбаша рецептін сіздерге қолдарыңызға беретін боламын. Және де осы жерде сіздерге ескертетінім,
Трайфлдың бағана біз үгіткен түрін жасадық, оны мен видеоға түсірген жоқпын, бірақ оны кәдімгі тестаның орнына ең астына бағана үгітілгеннен саласыздар, одан кейін барып үстіне крем жағасыздар, арғарата дәл осы видеодағыдай кезекпен жасай бересіздер. Тек қана ол жерде айырмашылығы үгітілген түрі. Кремнің үстіне карамельді құямыз, одан кейін арахистің барлығын ұсақтап турап, осыдан азғантай мөлшерден саламыз. И арғарата корж, крем, карамель, арахис, корж, крем, карамель, арахис болып, стаканчик толғанға дейін жасайтын боламыз. Менде 3 қатардан болды барлығы. Тағы да бір вариантты, карамельдің ішіне арахисті турап салып, бірақ жасауларыңызға болады жеке-жеке салғаннан қарағанда, ол да жақсы варианттардың бірі. Ең үстіңгі қабатына кремді және де карамельді жағамыз, үстін осылай қасықпен тегістеп шығуымыз қажет. Енді үстіне шоколадтан ганаж жасап құямыз, қасықпен барлығын тегістеп шығып, өзіміздің қалауымыз бойынша неше түрлі ягодымен, шоколадпен, тағы да басқа әр түрлі затпен әсемдеп әрлеулерімізге болады. Қыздар, біздің осымен трайфл дайын. Біраз уақытқа қойып, одан кейін жеулеріңізге болады. Өте дәмді, ғажап. Сол себептен сіздер жасайсыздар деген сенімдемін. Ас болсын, міндетті түрде сіздерден отчет, фото отчет, стористеріңізге мені белгілеп салғандарыңызды күтемін. Және де осыдан бір жақсы нәтиже шығарғандарыңызды көретін болсам, шынымен қатты қуанамын. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын, сіздерге рецепт бөліскен Гүлдария.